Сәлеметсіздер ме? 9 сынып алгебра 3 тоқсан бойынша ТЖБ тапсырмасы жаңа бірінші нұсқасы, алда екінші нұсқасы да шығатын болады. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Бізде бірінші нұсқада мынадай 6 тапсырма берілген екен. Жеке-жеке тоқталайық. Бірінші тапсырма: радиан арқылы өрнектеңіз дейді. Бізде 420 градус берілген. 420 градусты пи бөлінген 180 градусқа көбейтеміз. 420 мен 180 градусты 60-ға бөлетін болсақ, бөлімінде 3, алымында 7 қалады. Сонда 7 пи бөлінген 3-ке тең болады. А жауабы. Келесі екінші есеп. Бұрышы 1,2 радиан градус арқылы өрнектеңіз дейді. Енді 1,2 пи берілген екен. Біз осы радиан түрді градусқа айналдыру үшін 180 градус бөлінген пиға көбейтеміз. Пи мен пи қысқарады. 1,2-ні 180 градусқа көбейтетін болсақ, 216 градусқа тең болады. А жауабы. Келесі үшінші есеп. Бірлік шеңберді пайдаланып, төмендегі тригонометриялық функциялардың мәндерін координаталық жазықтықта көрсетіңіздер дейді. Мына жерде А тапсырмасында синус минус 150 градус берілген екен. Синус минус 150 градустағы мәні ол бізде минус 2-ден 1-ге тең жазып алайық. Енді осыны координаталық жазықтықта. Бірлік шеңбер, яғни радиусы 1 деген сөзде. Осы жерде, мына жерде y-тің бойында, мен мына жерде қызылмен алайын. Y-тің бойындағы бұл бізде синустың қабылдайтын мәндері жатады деп қарастырамыз, яғни синус альфа. Осы жерде бізде синус минус 150 градус. Егер бізде градусымыз минуспен берілген болса, біз мына жерде сағат тілмен бағытта жүреміз. Сонда минус таңбасынан мен. Яғни ол дегеніміз мынау бізде 0 градус болса, мына жер бізде минус 90 градус деген сөз. Мына жерде минус 180 градус деген сөз. Мына жерде минус 270 градус, мына жақта минус 360 градус деген сөз. Сондықтан, қараңыздар, енді минус 150 градус деп отырғанбыз, ол минус 2-ден 1-ге тең. Осы жерде y-тің бойында, мен дәл ортасы минус 2-ден 1-ге тең. Осы жерден мен былай сызамын. Сол кезде мінекей мына нүкте біздегі синус минус 150 градусты береді екен. В тапсырмасында косинус 3π бөлінген 4 деген мән. Косинус 3π бөлінген 4-те, яғни косинус 135 градуста минус түбірасты 2 бөлінген 2-ге тең. Енді бұл жерде бізде плюс болса, біз сағат тіліне қарама-қарсы бағытта жүреміз. Плюс танытаймыз, яғни ол дегеніміз мінекей мына жеріміз 0 болса, мұнда 90 градус болады, мұнда 180 градус болады, ал мұнда 270 градус, ал мұнда 360 градус деген сөз. Енді осы жерде қараңыздар, біз мынау y-тің бойында, мынау кешіріңіздер, x-тің бойында біздің косинустың жататын мәндері бар. Косинус альфа дейін. Осы жерде минус, мына жерде дәл ортасы минус 2-ден 1 болса, мінекей кішкене жылжитын болсақ, минус түбірасты 2 бөлінген 2 бізге керекті мән. Сонда мінекей осы жерден былай жүргізетін болсақ, мінекей мына нүкте, яғни мінекей мына нүктеміз біздің косинус 3π бөлінген 4-ке тең екен. Келесі төртінші есеп. Тікбұрышты үшбұрышта тангенс альфа бізде 4-тен 3-ке тең екен. Енді А тапсырмасында синус альфаны табыңыздар дейді. В тапсырмасында косинус альфа табу керек, ал С тапсырмасында котангенс альфаны табуымыз керек. Енді бізде тікбұрышты үшбұрышты пайдалануымыз керек. Тікбұрышты үшбұрыш деп отырамыз осы. Мынау бізде альфа бұрышымыз, мынау альфа бұрышына қарсы жатқан катет, мынау бізде іргелес жатқан катет, ал мұнда С. Енді тангенс альфаның анықтамасы бойынша білесіздер, альфа бұрышына қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан катетке қатынасына тең. Енді осы жерден
Бізде тангенс альфамыз 4-тен 3-ке тең. Бұдан бізде шығады А катеті 3-ке тең, В катеті 4-ке тең екендігі. Енді сыны табу үшін біз гипотенузаны табу үшін біз Пифагор теоремасын қолданамыз. Сонда А квадрат қосылған В квадрат ол бізде тең болады. Түбірасында 9 қосылған 16 бізде 5-ке тең екендігі шығады. Енді осы жерде бізде осы тікбұрышты үшбұрышты пайдаланып, біз синус альфаны былай табамыз. А катетінің С-ға қатынасы, яғни гипотенузаға қатынасы. Косинус альфаны біз В катетінің гипотенузаға қатынасы. Және котангенс альфаны 1 бөлінген тангенс альфаға тең деп жазамыз. Сонда синус альфа деп отырғанымыз А бізде 3-ке тең, С бізде 5-ке тең. Енді косинус альфа деп отырғанымыз В бізде 4-ке тең болды, катет С 5-ке тең болды. Енді мына жерде тангенс альфа бізде 4-тен 3 болса, котангенс альфа керісінше 3-тен 4-ке тең болады екен. Келесі 5-ші есеп. Есептеңіздер дейді. Бізде косинус пи бөлінген 4 минус альфа берілген екен. Осы жерде қарайық жазайық. Косинус пи бөлінген 4 минус альфа. Енді бізде формула бойынша ашатын болсақ, косинус альфа, яғни пи бөлінген 4 тұр орында, косинус бета орында альфа тұр. Және бізде қосылған синус альфа, яғни синус пи бөлінген 4 синус альфа деп алайық. Осы жерде бізге керекті градустарымыз ол косинус пи бөлінген 4 бізде түбірасты 2 бөлінген 2-ге тең. Және енді косинус альфа бізде берілген екен. Косинус альфамыз 0,8. Енді синус альфаны табуымыз үшін бізде альфамыз бірінші ширекте жатыр. Демек, синус бірінші ширекте плюсқа тең. Сондықтан синустың мәнінде плюс болады. 1 минус косинус квадрат альфа. Яғни 0,164 болады. Ол бізде 0,136, одан 0,6 шығады. Енді осы мәндерді қолданайық, орнына қоямыз. Косинус пи бөлінген 4-те түбірасты 2 бөлінген 2-ге тең. Косинус альфа 0,8, оны бөлшектірінде жазсақ 5-тен 4. Қосылған синус пи бөлінген 4 ол түбірасты 2 бөлінген 2-ге тең. Және синус альфа 0,6 ол бізде бөлшектірінде жазсақ 5-тен 3-ге тең. Сонда бөлшектің бөлімі 1/10-ға тең болып тұр. Енді 4 түбірасты 2-ге 3 түбірасты 2-ні қосатын болсақ, 7 түбірасты 2-ге тең болады екен. Келесі 6-шы есеп. 6-шы есепте есептеңіздер дейді. Бізде котангенс берілген жазайық. Котангенс 270 градус қосылған тангенс 180 градус азайтылған косинус минус 150 градус минус синус 240 градус. Орындарына мәндерін қояйық. Котангенс 270 градустан 0-ге тең, қосылған тангенс 180 градустан 0-ға тең, минус косинус минус 150 градуста, минус түбірасты 3 бөлінген 2-ге тең, сосын минус синус 240 градуста, минус түбірасты 3 бөлінген 2-ге тең. Енді мына жерде 2 минустарымыз бізде плюс болып кетеді. Сонда 2 түбірасты 3 қосылған түбірасты 3, ол бізде 2 түбірасты 3 бөлінген 2, бізде екілеріміз қысқарады да, түбірасты 3-тің өзі қалады. Осымен бірінші нұсқаның есептері аяқталды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар, алда екінші нұсқасы да шығатын болады.